Сәлем достар, Стамбулдағы қарлы күннен сіздерге жалынды сәлем. Бұрын соңды болмаған Түркияға, оның ішінде Стамбулға бұрын соңды болмаған қар жауды 3 күннен бері кеше көкесін танытты десе болады. Соған қарамастан неке артына мұндай көріністі мен мына жақта еш уақытта көрген жоқпын. Қаланың сырт жақтарына жауатын негізі Стамбулда, ал бірақ қаланың ішінде еш уақытта бұндай қар тұрған бойда еріп кететін еді. Бүгін мінекей көріністер осындай болып тұр. Кеше түнде керемет еді. Жауған қарлар лапа-лапа бүкіл балалардың бәрі далада болған. Мінекей қазір таңертең емес, қазір түс. Мінекей әлде қарлар ерімеген. Мінекей сондай қыс келді. Стамбулда қар жаума деген кісілерге ал мінекей. Бұл жалпы мұндай қар бұрын соңды 1987 жылы жауған екен. Көшедегі көріністер, мінекей мынандай қардың көріністері, үйдің нелерін жауып қойған. Бұлар біздің үшін өте таңсық. Мына жақтағы Стамбулда, Измирде тұратын жыл сайын мұндай қар жаумайды. Бір 2 жылда аз ғана кішкене қар жауса, адамдардың барлығы мәз мейрам болып бір жасап, аққала жасап, солай мәз болып қалатын. Ал кейде катастрофа. Өйткені жолдар жабылып, мектептер сәл осындай бір қарға бала, университеттер, мектептер дем алады. Биыл да сондай болып жатыр. Қала аралық байланыстар тоқтап, әсіресе жолда қалып қойған жолаушыларға өте қиын болды. Себебі Стамбулға кіретін бүкіл жолдарын бәрін жапты. Енді оларға Алла жеңілдігін берсін дейміз. Мектептер, университеттер, жалпы кейбір мемлекеттік қызметкерлер жұмысын уақытша тоқтатты, демалысқа шықты. Мен де қарлы күні жұмыстармен көшеге шықтым. Қарда осындай қарды тазалап жатыр. Алла разы болсын. Так, мінекей менде жайлап келе жатыр мына жердің бәрі. Ой, Абай атамыздың басына да қар жауыпты. Абайдың ескерткіші мына жерде. Кеше осы жерлердің бәрі түнде тойлатып, адамдар мәз болып қар жауғанға. Жолдасы мен қызым шығып келді сыртқа қарай. Мынандай көрініс бір жағынан керемет. Бүгін күн деген жып-жылы болып тұр. Кеше кәдімгідей ызғарлы, суық болған еді. Бұлда осындай иттер, мысықтар көп жабайы. Байқағандарыңыздай, достар, көшеде бос көлік тіпті жоқтың қасы. Себебі жеке көліктердің шығуына рұқсат еткен жоқ. Тек қана қоғамдық көліктер ғана жұмыс жасасын деген талап қойылды. Мінекей қауіпсіздік жағынан. Себебі кеше жолдардың бәрі қар басып, тоқтап, пробка дейді ғой. Жолдың бәрі пробка болып, адамдар жолда қалып қойды бірнеше сағат. Содан бүгін жеке көліктердің жүруіне тыйым салынды. Мен қазір метроға, ана жердің бәрі өмір бұндай болмаған, бұлш. Мінекей. Жалпы байқағаным, Стамбул, жалпы Түркия мұндай қарға дайын емес. Біздің қазақстандықтар күліп жатыр. Ой, біздегілер 30 градус, 40 градус суықта бара береді ғой мектепке деп. Оларда осындай сәл суық болса, мектептер, балабақшалар жұмысын тоқтатады. Стамбулдың орталық көшелерінің бірі, мынау Eminönü жақ, Сіркеші тарихи ауданы. Мына жерде де көшеде көліктер жоқ. Тек қана таксилер, жұмыс барысымен жүрген машиналар ғана бар. Адам қараста аз. Мына жерлердің бәрі ғұжынап ататын әдетте. Ой, мынандай тәттілер. Түркияның кәдімгі шелпек жегендей жейді ғой осы тәттілерді, құр шайсыз. Дала бірақ бүгін әдем болып тұр, ешқандай да суық емес. Кеше алдыңғы күндері қатты суық болып тұрған. Жалпы Түркияда біздің Қазақстандағыдай ауа райы қатты суық, аяз болмаса да, өзіне тән суық бар кәдімгідей.
миынан өтіп кететін желі бар, теңіздің жағасында орналасқандықтан ба. Мысалы Измирде де сондай. Ол жақта да қар жаумайды, қыс болмайды дегеннің өзінде былай кәдімгідей миынан өтіп кететіндей суықтары бар. Соның өзіне кейде жасыл ойғасын ба білмеймін, қазір енді бас киім киіп алып жүретін болғанбыз. Вот Стамбул. Бір жағынан қарлы Стамбулды күндерін көрсетіп қояйын. Негіз мына жердегі қарлар онша емес, қаланың іші болғасын уже еріп кеткен ғой. Бүкіл қаланың сыр жақтарын көрсеңіз, енді омбы қар ол жақтағылар. Жаңағы болып атқан пәлекет жол нелердің барлығы сол қаланың сыр жақтарында болып жатыр. Неке. Жалпы достар, қысты күні Стамбулға келсе қалай, қар жауа ма, қыс бола ма дейтін сұрақтар өте көп. Жылдың негізі Стамбулдың әр мезгілінде де келсе болады деп ойлаймын. Бірақ сіздер көріп тұрғандарыңыздай, бізде осылай қалың қабаттан келіп жүреміз қысты күні. Бұл жақта да бір жағындай өзгеше ауа райы жоқ, қатты бір елдегідей болмаса да, Шымкенттің, Түркістанның қысы сияқты осындай қыстар бар, Кентаудың қысы сияқты. Жаңа көбінесе желтоқсан айларынан бастап жаңбырлы болады. Бұл жақтағы қыс өзіне тән суық бар. Кәдімгідей бір ондай бір экзотикалық жаз жоқ. Негізі өте жаңдай жайлы. Көктеммен негізі күзде келген дұрыс деп ойлаймын Қыдырханға. Бірақ әрине қыста да өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл жақтында негізі қыстық жерлерге Стамбулдың басқа да Сакария, жағы Бурса, тағындай жақ сондай қалалары бар. Бұларда қысқы туризм жақсы дамыған ол жерлерде. Өте қысты күндер мысалға сондай қалаларға барсаңыздар болады. Тек қана жаңағындай белгілі бір қалалар ғана емес. Ой, ауа райы бүгін күшті тұр. Бір жағынан маскамды да шешпейтін болдық. Ондай қысты күндер жақсы екен, жылыстап тұрады. Айтпақшы, сақтанып жүріңіздер. Біздің Стамбулда да қазір омикрон ковидтің түрі өршіп баратыр. Біз отбасымызбен бізде бір ауырып шықтық. Твай жазылды, кеше ғана карантиннен шықты. Бұл жақта карантинге егер тест тапсыратын болсаң, ПЦР тест жаңағыдай положительный дейді ғой, позитив болып шығатын болса, бір аптаға карантинге жауып тастайды. Тіпті жол карталарының барлығы блокталып қалады. Менікі де сондай, жолдасым позитив болып шықты. Мен бір апта карантинде, кеше ғана 21 күні карточкам ашылды. Карантиннен ресми түрде шықтық. Ой. Солай достар. Жақта да осындай қыс болады. Бірақ жаңағыдай біздегідей әлі ондай қатты қар жоқ. Сондықтан да үйренбеген бұлар. Сәл бұндай қатты бір қар жауса, мемлекеттік жерлер, сондай мемлекеттік қызметкерлер жұмысын уақытша тоқтатып тастайды. Біраз әбігерге салынып. Достар, видеомды көріп отырсаңыздар, соңына шейін тыңдағандарыңызға, көргендеріңізге көптен көп рахмет. Менімен болғандарыңызға лайк қойып, пікір жазып, бөлісіп, осы жерде жандандырып отырайық. Құдай қаласа, келесі видеоларды салуға тырысамын. Көп видеолар бар. Ойымда жүрген, өйткені оқырмандар инстаграмдағы көптеген сұрақтар қояды. Соны мысалы әрқайсысын жеке-жеке жауап жазып отырамын. Бірақ көбісі сондай бірдей сұрақтар көп қойылатындықтан алдағы уақытта ютубқа видео түсіруге осы жерде видео күтіңіздер. Сөйлей алмай қалдым ғой. Жердің бәрі бір жағынан жер саяқты. Соны ал жақсы достар, көріскенше.